Сәлеметсіздер ме, оқушылар 5-ші сыныптан қазақ әдебиеті пәнінен менің атым Қожа шығармасына, яғни повесіне арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақ тапсырмалары өте көп және күрделі, сондықтан сабақты міндетті түрде көріңіздер, сіздерге көп көмегін тигізеді деп ойлаймын. Және менің алғашқы көрерменім болсаңыз, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Яғни бұл жерде біз хикаят дегеніміз не? Ахмет Байтұрсынұлы хикаятта қалай атаған, Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармалары бар деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақ: басқа жанрлардан қандай ерекшелігі бар екенін жазыңдар дейді. Хикаяттың. Хикаят романнан шағын, әңгімеден үлкен шығарма. Ол баяндау түрінде қара сөзбен жазылады. Бұл эпикалық проза жанрының бір түрі. Хикаяттың көлемі емес, көтерген жүгі мен арқау еткен мәселесінің ауқымы шағын. Ахмет Байтұрсынұлы хикаят туралы: ұлы әңгімеден өресі қысқа, өрісі тарлау түрі ұзақ әңгіме деп аталады дейді осы хикаят туралы. Бердібек Соқпақбаев Бозтөбеде бір қыз бар, әпендінің айласы, менің атым Қожа драмалық шығармаларын жазды. 40-шы жылдары өлгендер қайтып келмейді деген романы орыс тіліне аударылып басылды. Екінші тапсырма: ізденіп тапсырмаларды орындаңдар. Бердібек Соқпақбаевтың белгілі шығармасының ізімен түсірілген кинофильм туралы ақпарат дайындап, сыныптас достарымен бөлісіңдер. Бердібек Соқпақбаевтың ең танымал шығармаларының бірі менің атым Қожа хикаяты. Бұл хикаяның негізінде 1963 жылы режиссер Абдолла Қарсақбаевтың менің атым Қожа атты көркем фильмі түсірілді. Фильм қазақ киносының алтын қорына енген және балалар мен жасөспірімдерге арналған ең үздік отандық туындылардың бірі болып саналады. Фильмнің басты кейіпкері Қожа. Ол тентек, бірақ ақкөңіл бала. Ол өз әрекеттерін түзеуге тырысады, жақсы адам болуды қалайды. Кинофильм арқылы қазақ балаларының өмірі, олардың ой арманы мен күнделікті тіршілігі шынайы көрсетіледі. Хикаяттағы басты кейіпкердің портретін жазыңдар, яғни Қожаның портреті. Қожа қара торы, орта бойлы арықша келген бала. Оның қалың қара шашы бар, көздері отты, ойнаққа, мінезі өте ширақ, кейде тентек болса да жүрегі таза, әділдікке жақын. Ол ақылды, бірақ кейде ойланбай әрекет жасап, кейбір оқиғаларға тап болып жатады. Өзінің шынайы болмысын түсініп, жақсы адам болуға талпынады. Қожа мен оның есімі туралы ойларыңды ортаға салыңдар. Есімі Қожа берген, бірақ оны бәрі Қожа деп атайды. Ол өз есімін онша ұнатпайды, себебі кейде тентектігі үшін үлкендер оған ұрсып атын жиі атайды. Алайда Қожа нағыз өмірден алынған кейіпкер, әр бала оның бойынан өзін таба алады. Келесі бізде шығармашылық жұмыс. Оқушылар бірінші хикаятта берілген менің атым бөлімі бойынша өз есімнің мағынасын баяндап жаз. Есіміңнің қойылу тарихын достарыңа айтып бер дейді. Енді бұл жерде әркім өзінің есімін кім қойды және не үшін қойды, соны сұрап жазады болады. Бұл енді қатты бір қиын тапсырма емес, сондықтан бұл тапсырманы әр оқушы өзі жеке орындай алады. Төртінші тапсырма берілген. Тапсырмаларды орындаңдар. Жолдама жайында бөліміне жоспар құрыңдар. Аталған бөлімді осы жоспар бойынша баяндап беріңдер. Қожа мен Майханов арасындағы кикілжіңді хрестоматиядан тауып оқыңдар. Енді бұл біз және Б пунктындағы тапсырмалар ауызша тапсырмалар, сондықтан бұл тапсырмаларды енді оқып түсінгені айту, ол өзінің оқушының жеке жұмысы. Ал мен сіздерге қазір А пунктіндегі В, Г пунктіндегі тапсырмалардың үлгісін көрсететін боламын. Яғни жоспар құрамыз, сценарий жазамыз және де диалог құрастыратын боламыз. Келесі 5-ші тапсырма топта берілген тапсырмалармен жұмыс істеңдер. Ағаттықтың азабы бөліміндегі оқиғаның сюжетімен таныстырыңдар. Бұл бөлімде Қожа өзінің тентектігінен үлкен сабақ алады. Ол Майқанов апайының сөмкесіне бақаны салып жіберіп, мұғалімнің шошып қалуына себеп болады. Бұл оқиға бүкіл мектепке тарайды. Мұғалім қатты ренжиді, сабаққа бірнеше күн келмейді. Қожа осы істеген тентектігі үшін қатты өкініп, анасынан ұялады. Екінші, сюжетті көру кезеңдері бойынша оқиғаны әңгімелеңдер. Яғни сюжетті біз дәл осы ағаттықтың азабы сюжеттің композиция
құрылысқа талдаймыз, яғни оқиғаның басталуын, байланысуын, шиеленісуін, шарықтау шегін және де шешімін табатын боламыз. Және 5-ші тапсырманың В тапсырмасы қожа біз ойлағандай бұзық бала ма? Қожаның анасына берген антынан оның қандай адамгершілік болмысын байқағандарыңды өз сөздеріңмен айтыңдар. Қожа кейде тентек, шалт қимылдайтын, ойланбай әрекет ететін бала, бірақ бұл оны жаман адам қылмайды. Ол анасына берген ант арқылы өзін түзелгісі келетін, жақсы адам болуға ұмтылысын көрсетеді. Яғни қожа жүрегі таза, қателігін бойындай білетін шынайы кейіпкер. 6-шы тапсырма сұрақтарға жауап беріп, тапсырманы орындаңдар. Бірінші, Сайбек қарттың әңгімесі қожаға қалай әсер етті? Неліктен? Бұл жерде жаңа қожаны анасымен бірге мектепке шақырады ғой, жиналысқа. Сол кезде қожа есіктің мектептің алдында қалып қояды, анасы кіріп кетеді. Сол кезде мектептің қарауылы Сайбек қартқа қожаның қасына келеді, қожаның тентектік туралы естиді ғой. Сол кезде қожа Сайбек қарт қожаға қожаның әкесі туралы естеліктерді айтады. Қожаның әкесі қандай мейірімді, парасатты, білімді адам болғанын айтады. Бірақ ішіндегі бір өкініші осы, әй сен осы дәл әкеңдей нағыз азамат бола алмадың ау деп қожаның бетіне баса айтып кетеді. Бұл енді қожаны түзелсін деген ниетпен, қожа бір намыстансын, қожа жақсы жаққа өзгерсін деген бір шабыт беру мақсатында айтылған сөз деп ойлаймын. Екінші, Сайбек пен қожа арасындағы әзілді тауып кезектесіп рөлге еніп оқыңдар. Бұл енді рөлдің диалогтың үзіндісі. Енді бұны басынан бастап оқисыздар ғой. Мектептің алдында қожаның тұрған, бір адам тұрған көрген Сайбек қарт, бұл кім ей деп келеді. Сол кезде мен ғой атам, мен деген кім, мен қожамын деп басталмай ма диалог, соның барлығын оқисыздар. Келесі, қожа не үшін жиналысқа салды? Оқиғаның шиеленісу тұсы бар ма? Бар болса қай жерде деп ойлайсыңдар? Әрине қожа мұғалім Майқанованың сөмкесіне бақа салған үшін жиналысқа түседі. Түбінде адам болатын бала деген пікірді айтқан кейіпкерге портрет жасаңдар. Бұл сөзді мұғалім Майқанова айтты. Майқанова енді орта жастағы әйел. Өзіміздің де кинофильмдерде көрдік қой, киносында шамамен 35-40 жастағы әйел, орта бойлы, тік жүретін, өзін сенімді ұстайтын адам, қатал бірақ әділдік пен мейірімде байқалады, талапшыл, әділ, өз ісіне берілген ұстаз. Ол оқушылардың болашағына бей-жай қарамай және олардың жақсы нәтиже көрсетеді. Майқанова қожаның тентектігіне қарамастан оның бойында жақсы қасиеттер бар екенін байқайтын ұстаз. Ол қожаға сенім артып, түбінде адам болатын бала деп үмітпен қарайды. Бұл оның әділ әрі қамқор педагог екенін көрсетеді. Келесі 7-ші тапсырма мәнерлеп оқыңдар. Мәтіннен қожаның тәртіпсіздіктен бас тартып, адам болуға бет бұрған қадамын көрсететін әрекетін тауып алыңдар. Бұл 7-ші тапсырма құпия кеңес бөлімі бойынша. Бұл жерде тәртіпсіздігін бас тартып, адам болуға бет бұрған қадамы, мынау айнаның алдында отырып алып, бөлменің бәрін қараңғылап, өзіне арнап мынау жиналыс жасау ғой. Мен бүгіннен бастап бұзықтық жасамаймын деп уәде бересің деген сияқты. Бұл осы жақсы адам болып өзгеруіне жасаған алғашқы қадамдарының бірі. 8-ші тапсырма қожаның қаулысын талқылай отырып, өз ойларыңды ортаға салыңдар. Бірінші, 21-ші ғасырдағы қожа бүгінгі заманның баласы тәртіпсіз қылықтар жасаса, қандай әрекетке бой алдыруы мүмкін? Мысалы, қазіргі 21-ші ғасырдағы қожа тәртіпсіздік жасаса, мыналарды жасауы мүмкін. Сабақтан қашады. Бұл жерде смартфонға, компьютерлік ойындарға үстеніп, сабаққа немқұрайлы қарайды. Яғни, баланың ішкі сезімі сол ойынды ойнауға, сол телефонды ұстауға талпындырып тұрады. Бұл сабақтан тіпті телефон ойнау үшін, компьютерлік ойындарға бару үшін сабақтан қашып кетуі мүмкін. Одан кейін әлеуметтік желіде бұзықтық жасау. Бұл жерде мұғалімдер туралы әртүрлі әзіл видеоларды түсіріп, немесе пародия жасап, оны әлеуметтік желілерге жүктеп жіберуі мүмкін. Одан кейін тәртіп бұзу, әрине мектептен шу шығару, мұғалімнің ескертуін тыңдамау деген сияқты бұзықтықтарды жасауы мүмкін. Келесі тапсырма сыныптастарымен қожа ақылды, қожа тентек тақырыптарында екіге бөлініп пікір талас ұйымдастырыңдар. Келесі 3-ші тапсырма құпия кеңестегі қожаның монологынан үзінді жатқа айтып беріңдер. Жаңағы құпия кеңес бөліміне қожаның монологынан үзінді жатқа айтып беріңдер деген бұл пунктіндегі тапсырма болды ғой, алдыңғы тапсырмада. Солда мысалы құпия кеңестегі немесе мынау
өзімен сөйлеседі ғой, терезенің сыртында бұтаның төбесінде тұрып, анасының кейпін көріп, анасы қандай халде тұрғанын көріп, ішкі сезімін бейнелейді ғой. Сол монологты, сол үзіндіні жаттап алсаңыздар болады. 9-шы тапсырма: сенің адамгершілігің бар бала екеніңе сенгенмін қожа деген тақырыпта шығармадағы қожаға хат жазыңдар. Сәлем қожа, саған осы хатты жазуымның себебі сенің оқиғаларыңмен танысып, өзімді сенің орныңа қойып көргім келді. Сен кейде тентектік жасасаң да, жүрегіңнің түкпірінде үлкен мейірім, адалдық бар екенін білемін. Әрине, кейбір қылықтарың үшін өкінген кездерің болды. Мұғалімдерге қарсы шыққаның, анаңды ренжіткенің бәрі де сенің әлі де есейіп, дұрыс пен бұрысты ажырата алмай жүргеніңнен. Бірақ мен сені түсінемін. Өйткені сен шыншыл, әділдікті жақсы көретін, еркіндікті сүйетін баласың. Кейде өзіңді дұрыс көрсеткің келіп, қателік жасап қоясың, бірақ ең бастысы қателікті түсініп, оны түзетуге ұмтылу. Сенің түбінде адам болатын бала екеніңе мен де сенемін, себебі сен жақсылық пен жамандықты ажыратып, өзіңді тәрбиелей аласың. Сен арманыңды жоғалтпай, дұрыс жолды таңдай білесің. Сен өзіңді жақсы жаққа өзгерткің келеді, бұл ең маңызды нәрсе. Алдағы уақытта сен ақылды, мейірімді, жақсы адам болатынына сенемін. Адаспай, өзіңді дұрыс бағытқа жетелей бер. Келесі бізде оқушылар мәтіндер бойынша тапсырмалы орындалатын болады. Кейбір екінші мәтінде, мысалға, оқушылар бұл жерде тыңдалымға арналған тапсырма, ол тапсырма сіздерде орындалған жоқ. Енді білесіздер, мен не себепті тыңдалымға арналған тапсырмаларды орындай алмайтынымды, және ол тапсырмалар неліктен кейде көрсетіліп, кейде неліктен көрсетілмейтіндігін алдағы сабақтарда түсіндіріп отыратынмын. Дәл қазір қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, бірінші, екінші мәтіндегі тапсырмаларды орындалу үлгісін сіздерге көрсеттім. Жалпы осы оқушылық тапсырмалар сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің видео сабағыма лайк басып, комментарий жазып қолдай отырыңыздар. Өзге де оқушылар мен достарыңызбен бөлісіңіздер. Және еске салатын тағы бір нәрсем, оқушылар менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі мен сіздермен жыл соңына дейін, яғни сіздер 5-ші сыныпты аяқтағанша қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнінен осылай үздіксіз сабақ өтетін боламын. Және де келер сыныпқа көшсеңіздер де 6-шы сынып оқысаңыздар да менің YouTube каналым сіздерге көп пайдасын тигізеді. Себебі менің YouTube каналымда дәл қазір 6-шы, 7-ші сыныптардың да сабақтары жүргізіліп жатыр. Баршаңызға сәттілік тілеймін.